Бірде бір жігіт оқуынан оралып үйіне қайтпақ болады. Кеш болды. Поезды өте ұзақ күтуге тура келді. Поезд баяу перронға қарай беттеді. Ол мұндай болғанға алғаш рет сыртынан көрді. Өте қарапайым болды. Бұл вагон өте ескі, 90-шы жылдардан қалған вагон еді. Себебі бүкіл поезд бүгін біртүрлі болды. Перронға ешқандай жолаушы мінген жоқ. Бұл жігітке бір қорқынышты сездірді. Ол бірде вагонның сол жағына қараса, онда біреудің отқанын байқайды. Бірақ перронға ешқандай жолаушы мінген жоқ. Бұл жігітке біртүрлі болып көрінді. Ол отырған жерінен бірде екінші орындыққа көшіп кетті. Сөйтті жігітке ол біртүрлі көрінді. Жігіт одан қатты қорқып кетті. Ол тез жылжып жігітке қарап жоқ болып кетеді. Оның жоғалып кеткені жігітке шамалы болсын қорқынышын сейілтті. Сөйтіп ол өзінің телефонына қарап отырып қорқынышын сейілтпек болғаны. Бірақ ол бәрібір де қатты қорқты. Бірде оның жағынан біртүрлі сұр аяқтар болды. Сөйтсе ол жайындегі адам екен.